Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Алдыңғы тақырыбымызды жалғастыратын болсақ, периодты ондық бөлшектерді жай бөлшектерге айналдыру. Соған байланысты тағы бір мысал келтірейін. Содан сіздер үй тапсырмасын соған қарап шығарарсыздар. Мысалыға 2,10,027 периодты 39 деген санды алайық. Өзіміз түсіндіріп өткендей 2 жазып қоямыз. 100-ден 27-сін біз жазып қоямыз. Бізге енді тек периодты қайталана беретін бөлшегі керек. Бұл бізде 39 деген санымыз қайталанады. 10.000-нан 39 болады. 10.000-нан 39 қосылған келесісінде тағы да 39 қайталана береді. Жаңағына 10.000-нан еді. Енді соған тағы да 2,0 қосылады. 10.000, 2,0 қосылады. Осы сияқты біздің қосындымыз осылай жалғасып кете береді. Енді ондық бөлшек, периодты бөлшекті қарапайым бөлшекке айналдыру үшін жаңағы өзіміз білетін әдіспенен алдыңғы бүтін бөлігімен қайталанбайтын бөлшегін біз жазып қоямыз. 10.000-нан 39, миллионнан 39 және ары қарай жалғасып кете беретін қосындымызды біз ортақ көбейткішін жақшаның сыртына шығарамыз. 10.000-нан 39 жақшаның сыртына шығарады, яғни жақшаның ішінде бір қосылған келесіміз бізде 100-ден 1 болады. Тізбектің келес мүшесі. Одан кейінгісі бізде 10.000-нан 1 болады. Және тағы сол сияқты жалғасып кете береді қосында. Келесі 2 қосылған келесі қадамымыз біздің 100-ден 27 қосылған 39 өзіміздің қайталанатын периодымызды жазып қоямыз. 10.000-нан 39 көбейтілген. Мына жақшаның іші бізде тағы да шексіз кеммелі геометриялық прогрессия. Бұл бізде бір бөлінген, бір азайтылған 100-ден 1 деген санға тең. Ары қарай есептеп келетін болсақ, 2 қосылған 100-ден 27, оның қасына біз мына есептеуімізден 1-ден 100-ден 1-ді алған кезде бізде 10.000-нан 39-ды жазып қоямыз, көбейтіледі. Жақшаның ішін есептейтін болсақ, 99-дан 100-ге. Бұны біз қысқартатын болсақ, 3-ке 33 болады. Мұнда бізде 13. 10.000 мен 100-ді қысқартқан кезде бізде 100 деген сан тұрады. Тең 2 қосылған 100-ден 27 бөлігі қосылады бізде 33.300, 3.300-ден 13-ке. Ары қарай 2 бүтін жазып қояйық. Бөлшек бөлігін қоса береміз. 3.300, ал алымында бізде болады 891. Мұнда 33-ден келеді, мұнда 1-ден келеді. 891 қосылған 13 деген сан. Ал бұдан ары қарай бізде 2 бүтін 3300 есептей келе бізде 3300-ден 904 деген қарапайым бөлшек шығады. Қысқартқан кезде 825 және 226 деген санымыз шығады екен. Міне ондық периодты бөлшекті қарапайым бөлшекке осылай айналдырамыз. Үйге сіздерге тапсырма 0,10-нан 3 9 периоды деген сан, 5,231 47 деген сан, 4,51 29 деген сандарды үйде айналдырып, периодтық бөлшектерді қарапайым бөлшекке айналдыру үйге тапсырылады. Назарларыңызға рахмет.